курю слим, на груди суприм. Мой отряд скейтеров погибнет молодым. Я не вижу, я не слышу, мне... Сәлем достар, сендермен бірге Matrix, және де біз бүгін Greenvik серверында 4x4 режимінде 3 түрін ойнап көретін боламыз. Және нақтылай айтқанда классика және материал и одан кейін тағы да ана Wool мод деген шерсть бар, соны ойнап көретін боламыз. Ендеше біз катканы көрейік. Міне мен классика режиміне уже келіп қойдым. Мына 2 адам болды классика режимінде, көрдіңіздер ғой. 2 адам бар болған классика режимінде 2 адам мен ана адаммен. Сондықтан достар, осы видео шыққан енді. Өйткені сіздер алдыңғы видеоға 7 лайк жинап тастапсыздар. Енді осы видеоға 10 лайк жинап тастасаңыздар, тағы да келесі видео шығатын болады. Сондықтан достар, осы видеоға да жинап тастайық. Әні көрдіңіздер, классика режимі 4x4-те бір адамның. Бар болған бір адамның. Блок жетіспейді. Сразу көкке барайық. И бір палка алуға жету керек. Материал жетіспей жатыр достар, материал. Енді артық дыбыстар шығып жатса ренжімеңіздер. Енді міне енді точно жету керек. Маған ешкім соғып келе жатқан жоқ шығар енді достар. Өйстіп асылайық та. Тез кетеміз. Соғылдасамыз. Сендер центрді саулап тұрғанда мен сендердің кроваттарыңызды тұрсың. Құлақ басам достар, бәрі кетеді. Сондықтан қалмау керек. Қазір блоктарды қосып алсаң. Что-то блок жетпейді анам базасына. Оның кроватын өз сындырайын деп жатыр ол. Жоқ, сындырмайды. Өйткені қарап тұрсаңыздар, сындыру оңай емес. Өйстіп секіре саламыз. Төбеге. Қанша төбеге көтеріліп бару керек сияқты. Классика режимінде актив 0 ғой достар. Жоқ, Лука Дрочер. Жоқ достар. Лука Дрочер жүрген аяқта. Менде палкадасы. Блоктас. Сондықтан достар, артқа қайтуыма тура келді. Тез 5 блок ана жерге жетуге жете ма өзі? Өйстіп. Ой, ана жерге секіруге жетіп тұр едім. Енді достар, осыдан кейін тағы да басқа режимдерінде де ойнап көретін боламыз. Ендеше осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазір бүйтіп. Мен әлі центрға да соғылған жоқпын, сондықтан менде опасность көп емес. Өйткені центр жақтан соғылмаған дұрыс болған. Өйткені адам көп емес бізде. Әр командада бір адам. Соны айтып отқаныма. Естіп соғылып жүретін жаман. Блоктасылды. Жоқ, бар. Естіп. Соғылып ана лаймовый ма, зеленый ма. Соны кроватын сындырсам. Ол базасында жоқ еще. Ол да Лука Дрочер. Осы жерден тұрып жұмыртқалы аттыра салайық. Автоматчик. Тұрамызда жүгіреміз достар. Енді максималды соғылға көшеміз. Достар, ана Лука Дрочердің кесірінен құлап қалдым.
центрда жүр ғой еще. Сол центрдан оны қуу керек сияқты менің ойымша. Жоқ болды. Мен оған қазір бір әдіс бар менде. 14 блок. Жетіспей алуым мүмкін блок. Лука Дрочер. Сәлем. Мен сен базаңа дейін барып алам. Достар, базасына дейін жететінен просто құлап қалдым. Ана центрда ма? Жоқ, басқа адам центр. Ана синий команда уже центрда жүрген. Тез база құрғау керек, база. Жоқ, база емес, ол база соңғы қылып жатыр деп айтқым келген. Енді үстіп тез барайын да. Кровать минус қылайын. Достар. Просто ана енді нөлік болып қалғаттым. Мына Лука Дрочер. Лука Дрочерден қорқып отырмын. Бекер қорқып отырмын енді соларды. Истреблять ету керек сияқты менің ойымша. Енді үштіп достар, үштіп барайық. Жоқ, Лука Дрочер. Қымылдық мен. Лука Дрочер. Мына болып жетіспейді. Тез алып тастау керек. Уже қатқан. Ұзаққа созылып кетті. Маған да туаттырын. Лука Дрочерлер чип көрем. Бірақ өзіңде ұлық болса. Конечно, жақсы көресің, бірақ ұлық басқаларда болса жек көресің. Ол базасына қайтып қойған деп жатыр. Базасын құрғау қалайды. Сен мына касқа слишком ұзаққа созылып кетті ғой. Броня емес әзірден. Бронзаларды тастап кеткен кейінге де керек болды. Ол өзінің базасына қалай пайда болды. Болды. Ол қапты. Şimdi üstü. Bravo Deniz. Şimdi oranı. Просто комбо. Зеленый истреблять еттім достар. Енді синий қалды. Материал жетіспейді. Не істейсің? Ана пышақты салған ойын қандай ойнайды аман? Нафиг. Мен бірінші видео түсіріп отырмын.
Yani sağların bazasına varız. Oturup seyirte alamız. Sekiremiz. Nafit. Oturup kalmıştım. Dostlar, endi biz ikkinchi katga materialный rejimga da kelip жетtik. Mana men kровать таңдайтын кез чотто сары бола саламы? Жок, жасыл болайынбы? Жасыл болуп көрүш. Жасыл команда болорум. Мына командада элиминатор. Еще. Тағы кызылдардын бирөө чыгып кетти. Мына материалный да енді көп адам. Өйткені қараңыздар. Уже 14 адам ойнап жатырмыз бір каткада. Жаңылы классика режимінде бар болған 3 адам ойнадық. Әрқайсысына бір команда. Бір адамнан дейін. Енді не істесек болады? Қызылдар намхана дейміз. Мынаяқтан енді материал жинау қиын, достар. Өйткені бүкіл адам жүгіріп жүр мынаяқта. Уже центрға қалай соғылып жатыр ана. Центрға сөйтіп слишком төбеге барама, қазір баратын кезде аны соғылады ғой. Жоқ, нормально соғып келіп құлап қалған ғой. Енді үстіз материал жинау керек. Ма, ана жерге барсам болды. Мен болды сайрай. Үстіз блок. Ош, бәлейін, достар, қаяға лақтырып қойдың. Бекер лақтырдым ғой. Қызылдардікі әлі бар ғой. Мен ана командай боюға мұнда. Не var сонша маналарда сонда? Ау! Енді үстіз барамыз, достар. Жоқ, құлап қалдым. Бара беш апа. Енді тез үстіз. Бұна енді материал қалдырмайды ғой базада. Ал жоқ, кирка сатып алсайын енді блокпен. Кирка сатып алса керек. Біраз блоктарды керек болып қалады жолда. Енді тез жинайын. Кровать қоршап отыр енді. Уже синийдің кровати жоқ. 9 болып жетеді деген ойдам. Бәріміз сол командаға кетіп бара жатырмыз қызылға. Ман, ана алдымдағы бір бала мешет жасамағанда қарауға. Мен алдымда кетіп барады. Енді пилосостан башы. Пилосостарсыңдар ғой таза. Қарасы жаңа читтер ғой, читтер. Просто бұл каткада читтер болды ғой, қарасаңдар, достар, читтер. Читтер көрдіңдер ме? Келді, әшін кровать сындырып кетіп қалды. Читтер ғана таза. Енді, достар, бұл каткада ұталмайым деп ойлаймын, өйткені читтерді көрдіңіздер ғой. Осы 4x4 режимін мен сынақ қалып ем просто. Үш түрінде қалай болады деп. Классика режимінде активность аз болғанмен, сол жақта читтер жоқ болды. Бірақ даяқта адам көп болғанмен читтер жүр ғой. Келді, әшін просто әшін творческий сияқты келді. Сындырып тастады ана кроватын. Міне көріңіздер. Топский меч болды анада. Ендеше болды, достар, келесі